Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы лексика-грамматикалық амал-тәсілдердің мәтін түзімдік сипаты. Жоспар. Есімдіктердің мәтін түзімдік сипаты. Мәтін байласымын жүзеге асырудағы сан есімдердің қызметі. Үстеулердің, есімдіктер мен септеулік шылаулардың тіркесе жұмсалуының мезгілдік мекендік ұғымды білдіретін сөздердің қолданысы. Есімдіктер тіл білімінде мағыналық және қолданымдық сипатына байланысты субституттар мен дейксистерге жатқызылады. Мәтін ішілік байласымды жүзеге асыруда жіктеу және сілтеу есімдіктері басқа есімдік түрлеріне қарағанда анағұрлым көп жұмсалады. Есімдіктер есім сөздердің орнына жүріп, заттың атауын, сымын, тағы басқа білдіретіні әбден қалыптасқан қағида. Осы есімдіктердің қай сөз табының не сөйлемнің тағы басқаның орнына жұмсалып, қандай мағынаны қамтып тұрғанын білу үшін контекстегі алдыңғы және кейінгі сөйлемдердің мән-мағынасына назар аударамыз. Мысалы, ол шаттанып отыр деген сөйлемді алатын болсақ, мұндағы ол есімдігі кімнің орнына жұмсалып тұрғаны бізге беймәлім. Сондықтан есімдіктер бір сөзді қайталай бермеу үшін оған орынбасар ретінде қолданылып, мәтіннің алдыңғы бөлігінде орналасқан сөйлемнің кейінгі сөйлеммен тұлғалық әрі мағыналық тығыз қарым-қатынасқа түсуін қамтамасыз етеді. Орынбасар деген терминді Құдайберген Жұбанов 1936 жылы басылып шыққан еңбегінде қолданып, оны былай түсіндіреді. Орынбасар есім, есімдік деп түбірдің де қосалқы шылаулардың да орындарына жүре беретін түбірлерді айтамыз. Сонымен есімдік мәтін байласымын жүзеге асыратын мәтін түзімдік қызметке ие тілдік амал тәсілдердің бірі. Мысалы, әні анау тақыр күзге шейін қурамайтын гүл атқан құлқайырлардың арасында салтанат жүр. Оның күлгін түсті жаңа көйлегі сол құлқайырлардың гүлімен біте қайнасып кеткен сияқты. Оның өзі де жел тербеген бадана гүлдей кең далада еркелеп бұлаң қаға әндетеді. Мәтінде салтанаттың ән салуы сипатталып отыр. Мәтіндегі мазмұн бір тақырып төңірегінде, яғни салтанаттың ән салу үстіндегі кейпі туралы өрбіген. Мәтіндегі үш сөйлем есімдіктердің қолданысы арқылы бір-бірімен эксплицитті байланысқан. Бірінші сөйлемдегі салтанат сөзінің орнына екінші және үшінші сөйлемдерде ілік септік тұлғалы оның деген есімдігі қолданылып отыр. Өздік есімдігінің жіктеу есімдігімен қабаттаса қолданылуы әңгіме болып отырған субъектіні онан сайын айқындауға қызмет етеді. Мәтіндегі бірінші және екінші сөйлемдердің арасында іргелес байланыс түрі орнаса, ал бірінші және үшінші сөйлем өзара алшақ байласым түріне негізделген. Үш сөйлем әрі іргелес, әрі алшақ байланыстарға негізделіп, күрделі бір тұтасымды түзеді. Сонымен есімдіктер мәтін құрылымында үш түрлі қызметте жұмсалады. Жеке лексеманың орнына қолданылады. Бір сөйлемдегі мағынаны білдіру үшін қолданылады. Сөйлемдер тізбегіндегі мазмұнды білдіру үшін қолданылады. Мәтіндегі байласым сипатын атқаратын тағы бір сөздер тобы сан есімдер. Сан есімдердің де атқаратын мәтін түзімдік қызметі есімдіктерге ұқсас болып келеді. Мәтіннің алдыңғы бөлігінде қамтылған хабарды онан сайын нақтылау үшін және жоғарыда айтылғандарды жинақтау үшін сан есімдер жұмсалады. Олар мәтінді алдыңғы және кейінгі бөліктермен байланыстыруға қатысады. Мысалы, өлең тілінің синтаксисін сөз ету үшін үлкен екі топ мәселенің бетін ашып алу қажет. Бірінші, поэзия тілінің синтаксистік құрылысы дегеннің өзі қандай мәселелерді қамтиды. Екінші, өлең синтаксисіне қатысты қандай факторлар бар. Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. Мәселелердің алғашқы тобы
келесі топтағылардан шығарылып айқындалады. Мәтінде екі топ мәселе кейінгі сөйлемдерде бірінші, екінші және екеуі деген реттік жинақтық сан есімдердің қолданысы арқылы берілген. Соңғы сөйлемдегі бұл есімдігі мен екеуі сан есімнің қолданысы екінші сөйлемде берілген мағынаға нұсқап, сондағы ойды қамтып отыр. Мәтіндегі байласымды жүзеге асыруда үстеулердің, кесімдіктер мен септеулік шылаулардың тіркесі жұмсалуының мезгілдік, мекендік ұғымды білдіретін сөздердің қолданысының маңызы ерекше. Олар мәтінде берілетін хабардың мезгілдегі және кеңістіктегі ұйымдасуын қамтамасыз етеді. Мәтінде қолданылған осы сөздер мәтіндегі ойдың бірімен екіншісінің тығыз байланысып жатуына, соның нәтижесінде бір ізді баяндаудың тууына көмектеседі. Шылаулар лексика мағынаға ие болмағанымен мәтінде ерекше қызмет атқарады. Соның ішінде жалғаулықты шылаулар өзара байланысқан сөйлеудің бірліктері арасында орнайтын түрлі логика-семантикалық қатынастарды эксплицитті түрде білдіретін тілдік құрал. Жалғаулықтар жекелеген дербес сөйлемдердің арасындағы мағыналық байланысты күшейте түседі. Сондай-ақ мәтіндегі бірліктердің арасындағы байласымды жүзеге асыруда қыстырма құрылымдардың атқаратын қызметі зор. Қыстырма құрылымдар сөздердің тіркесі және сөйлем түрінде де кездеседі. Қыстырма құрылымдар арқылы біріншіден сөйлемдер арасындағы байласым нығая түссе, екіншіден мәтіндегі ойға автордың қатынасын білдіріп, мәтіннің модальдылығын айқындайды. Бұл ретте автордың осы элементтер арқылы оқиғаға, тағы басқа жағдайға әртүрлі қатынасын білдіруіне мүмкіндік туады. Мысалы, мәтінде айтылған ойды құптайтындығы, оған қуанатындығы, күмәнданатыны, сенетіндігі, растайтыны, ренжитіні анық көрініп тұрады. Етістіктің бірыңғай шақ тұлғалары да мәтіннің құрылымдық ұйымдасуын жүзеге асыратын әдіс тәсілдердің біріне жатады. Мысалы, съезд у-шу болды. Кейбіреулер қаша жөнелді, кейбіреулері аңырайып тұрып қалды. Қалел де бұғып шыға жөнелді. Қаратілеу ұлы пешке сүйеніп тұрған бойымен аңырайып, қалшиып қарап тұрып қалды. Кенже ұлы отырған бойымен қисайып, бақырайып қатып қалды. Берілген мысалда бірыңғай жедел өткен шақ тұлғалы етістіктердің қолданысы арқылы мәтін байласымын жүзеге асырылған. Бір мезгілде қалыптасып отырған жағдай жедел өткен шақтың т-д тұлғасы арқылы сипатталып отыр. Тілдік бірліктердің қайталануы арқылы да мәтіндердің байласымы жүзеге асырылады. Дыбыстардың, қосымшалардың, сөздердің, сөйлемдердің қайталануы мәтін құрылымындағы ерекше қолданыстар ретінде қарастырылады.